Махамбет университетінде жыл оқырманы 2022 байқауының жүлдегерлері анықталды. Ғылыми кітапхана аталмыш білім бәйгесін жыл сайын дәстүрлі түрде ұйымдастырып келеді. Оған білім ордасының білімге құмар озық ойлы жастары қатысқан еді. Барлық қатысушылар бір жыл бойы сайысқа түсіп мықтылығын дәлелдеді. Шараның негізгі мақсаты жастарды кітап оқуға тарту арқылы студенттердің ой-өрісін кеңейтуге ықпал ету. Оған қоса белсенді оқырмандарды анықтап оларды ынталандыру. Махамбет Өтеміс атындағы Батыс Қазақстан университетінің ғылыми кітапханасы дәстүрлі түрде биыл 3-ші жыл оқырманы 2022 байқауын өткізіп тұрады. Бүгін сол салтанатты шараның марапаттау рәсімінде жыл бойы университетіміздің студенттері кітапханаға келіп, белсенділік танытып қатысып, әдеби кештерге қатысып, және де кітапхананың тұрақты оқырмандары болғаны үшін алғыс хатпен марапаттаймыз. Әділ бағасын беріп, төрелігін айтқан Әділғазылар алқасының шешімімен 4 номинация бойынша үздіктер анықталды. Байқаудың қорытындысына сай белсенді оқырман 2022 номинациясын бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығының 4-ші курс студенті Оразбаева Ботагөз Нұрболатқызы иеленді. Ал өнерпаз оқырман болып мәдениет және өнер факультетінің режиссура мамандығының 5-ші курс студенті Бейбітов Айбек Бейбітұлы танылды. Ізденімпаз оқырман аталымын филология, қазақ тілі мамандығының 4-ші курс студенті Сағынбаева Дәметкен Талғат қызына бұйырса, жыл оқырманы 2022 номинациясын мәдениет және өнер факультетінің режиссура мамандығының 5-ші курс студенті Тасболатов Айдос Қанатұлы жеңіп алды. Шыны керек, жыл оқырман деген шақырту алдым басында, бірақ білген жоқпын жыл оқырман атанатынымды. Көптен рахмет айтамын ұйымдастырушыларға, апайларыма. Осы 5 жылға дейін, 5-ші курстан өзіміздің 5 жылға дейін көп кітапхана барыппын, шыны керек. Бірақ осылай елеулі бір орын береді деп ойламаппын. Көптен рахмет айтамын. Баршаңызды кітап оқуға шақырамын. Байқаудың қорытынды кешіне студенттер, қызметкерлер өткен жылғы байқаудың жеңімпаздары қатысты. Шара барысында студент жастар өлең оқып, күмбірлеген күйден шашу шашты. Мұрагер студенттік театры Джеймс Гринвудтың «Өгей бала» атты сахналық көрінісін ойнап шықты. Жыл оқырманы атты білім бәйгесін келесі жылда өткізу жоспарлануда.